Адам қартайған шағында мына 7 нәрсеге өкінеді екен. Бірінші, уақытты бос өткізгеніне, денсаулыққа көңіл бөлмегеніне, жастық шағында батылырақ болып көп жерде тәуекелге бара алмағанына, жақындары мен отбасына жеткілікті уақыт бөлмей, олармен бірге қызықты сәттерді өткізе алмағанына, өзі қаламаған ісімен айналысқанына, мүмкіндігі бола тұра адамдарға жақсылық жасамағанына, аз саяхаттағаны үшін. Жақсы адам қартайса, жазып қойған хатпен тең. Жаман адам қартайса, бықсып жанған отпен тең. Өсетін елдің қарты қазына болар, өспейтін елдің қарты қазымыр болар. Қарттың айтқанын істе, жастың тапқанын же. 6-ға дейін бала ерке, 60-тан кейін шал ерке. Жасында байқары жоқтың, жасы жеткенде айтары жоқ. Шалға қарттық, жігітке жастық жарасады. Қарты бардың жұрты бар, кемпірі бардың құрты бар. Жас жүрген жер мереке, қарт жүрген жер береке. Қартайған ата марқаяр қанатын жазып қызы өссе. Қартайған ата марқаяр халыққа жағып ұлы өссе. 6 жасар бала алыстан келсе, 60 жасар қарт орнынан тұрып сәлем береді. Қарттар сөзі бекер кетпейді, шыбық ексең бақ үзілмейді. Қарт кебінін қапта сақта, өлігін апта сақта. Халықтың қартын сыйлауы, елінің салтын сыйлауы. Ақылсыз қарт өкінішпен қартаяр, есті қарт қайғырмаяқ қартаяр. Балалар ойнап жүріп су төгеді, қарттар тайып жамбасын сындырады. Көп қарттың ішінде бір бала дана болар, көп баланың ішінде бір қарт бала болар. Жастықта жиған білімің, қарттыққа жұмсар мүлігің. Парасат көрсең қарттықтан, тамаша көрсең жастықтан. Қарт келсе асқа, жас келсе іске. Жас кезінде тандырынан да тәтті, қартайғанда құймақты қатты. Жас шағында сүзеген болса, қартайғанда сотқарлығы тізеден болар. Жасында жігіт оқталады, қартайғанда тоқталады. Ақыл аста, қайрат жаста, асыл таста. Жастық кетсе, қайтара алмайсың, қарттық жетсе, тойтара алмайсың. Уақыттың қадірін өлім түсіндіреді, өмірдің қадірін көрің түсіндіреді. Сезімнің қадірін сенім түсіндіреді, сөзіңнің қадірін білім түсіндіреді. Бардың қадірін жоғың түсіндіреді, бақтың қадірін сорың түсіндіреді. Бәрі әр нәрсенің өз уақыты болады дейді. Ал уақыт ешкімді күтпейді. Уақыттың өтетіні рас, көп нәрсенің ұмытылатыны рас. Бірақ өмір бір-ақ рет беріледі. Ол қандай заманда, қандай жағдайда өтсе де, бәрібір қымбат. Сондықтан өткенге шүкір етіңіз. Дүниеде уақыттан жасы үлкен ешкімде ештеңеде жоқ. Қанша жерден дарынды болып, нәтижеге жету үшін барыңды салсаң да, уақыттың билігінен аса алмайсың. Ақымақ уақытты қалай тез өткізуді ойлайды, ал ақылды адам уақытты қалай пайдалы өткізуді ойлайды. Отырған қыз омалар, жастық шағы домалар. Кәрі өлсе соққан дауыл тымғандай-ақ, жас өлсе бәйтерегің сынғандай-ақ. Жігіттер жас уақытты босқа өткізбе, тағдыр деген көзді ашып жұмғандай-ақ. Махаббат уақытты өлтіреді, ал уақыт махаббатты өлтіреді. Алдымен сіз күннің қаншалықты тез өтетініне таңғаласыз. Содан кейін бұл күн емес, өмір екенін түсінесіз. Уақыт ұмтылғанның ырысы, бой күйездің ажалы. Себепсіз күлме, мақсатсыз жүрме. Өмірді босқа өткізбеу үшін не істеу керек? Соны ойлан. Құрметті тыңдарман, бүгінгі сіздерге ұсынған нақыл сөздеріміз ұнаған болса, комментарийға өз ізгі тілектеріңізбен бөлісіп кетсеңіздер болады.